бір отбасындай боламыз балалар. Қане балалар, жаттық шеңберін айтыңдаршы. Балалар, біз сауаттаханада немен таныстық? Дыбыс, сосын дыбыстық талдау сосын сөз дұрыс айтасыңдар. Олай болса, дыбыс дегеніміз не екен? Қандай бұл? Жарайсыңдар. Ал дауысты дыбыстар қандай түске кіреді? Дауысты дыбыстар? Көп. Сен білгендер. Ал осы дыбыстар не құралады? Сөз. Алма ағашта өседі. Алма ағашта өседі, жарайсың. Ал мына дыбысын алам мен. Ал мына кім сөз айтады? Ал айтады. Қандай? Ал мынаға кім сөйлер айтады? Жарайсың. Дастарханда дыбыстар тобы, екінші топ дауыссыз дыбыстар тобы, ал үшінші топ әріптер тобы болып бөлініп тұрмыз балалар. Яғни сендерді үш топқа бөлдім. Сауаттаханада біз дыбыстық талдауды мақсатымыз дыбыстық талдауды меңгеруді жалғастырудамыз, балалар, солай ма? Дәстүрлердің қандай түрі бейнеленген? Дауыссыз дыбыстан басталатын сөздерді атап, буынға бөл. Балалар, сонымен бірге біз ұлттық құндылықтарымызды бойымызға сіңіріп өсуіміз керек екен балалар. Балалар, ұлттық дәстүр дегеніміз бұл ежелден келе біздер жалғастырып келе жатқан дәстүрлеріміз екен. Ұлттық дәстүрлерге нелер жатады? Нелер жатады? Беташар, сосын сүндет той, сосын сүндет қана тойлар жатады. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Олай болса балалар, біз бар ғой, қазір әжемізді шақырамыз. Әжеміз бізге сау кесу дәстүрін сіздерге көрсететін болады. Қазақтың ұлттық дәстүрі сау кесу рәсімімен таныстыруға келдім. Келе ғой, менің немерем бағып келе ғой, келім. Мен өзіммен бірге алпамыс немеремді алып келдім. Балалар, сау кесу рәсімі бұл ежелден келе жатқан дәстүр, балалар, жаңа тай-тай басып келе жатқан кезде оның тез жүруіне септік болу үшін біз сауын кесеміз. Бұрында біреудің ала жүгін аттамасын деген ниетпен. Бісміллә, менің болым емес. Қазған балам, қаз балам, қадам бассаң, мәз болам. Күрмеуіңді шешейін, сауыңды кесейін деп, пышақпен ырымдап кесеміз. Тай. Ал құтты болсын. Шашуымыз бар. Балалардың қолына
Сіздерге ойын алып келдім. 3 топқа арналған өзімнің ойыным бар. Соны бірге орындайық, иә? Иә, немерем ойнап келе берсін. Қай кезде болады? Тойларда болады, иә? Тойларда болады. Енді осыны құрастырып және жазамыз. Буынға бөлеміз, және дыбысты талдау жасаймыз. Екінші группа. Дауыссыздар тобы. Дауыссыздар тобы. Ұлттық ойындар балалар. Ұлттық ойындар Қазақтың ұлттық ойындарын табамыз, иә? Тауып, осының ішінен тауып мына жерге жаздырамыз. Және атаймыз балалар, иә? қандай білімді екенін көретіндер. Жақсы мен балалар, сендерге 3 топтан 3 бала шығады. Бұл суреттерді атаймыз және буынға бөлеміз. Барабанды қағу арқылы буынға бөлеміз. Менің суретін көріп тұрсың. Түйе, ал неше буын екен? 2 буын.